Сәлем торпақтар. Бұл торпақтарға арналған 2025 жылдың ақпан айына жұлдыз жорамал. Ақпан айы бұл карьерадағы жетістіктерге, әлеуметтік өмірде және қаржылық мүмкіндіктерге толы болады. Ақпан айының басты оқиғалары мен планеталардың сіздің өміріңізге әсерін бірге талдайық. Торпақтар, барыңыз білетіндей, Венера басқарады оларды. Венера планетасы ол сұлулықтың планетасы, өнердің, сүйіспеншіліктің планетасы. Егер де бұл сіз туралы болса, төменде комментарий жазып бөлісіп кетіңіз. Бейнеклипті қарайтын болсаңыз, тыңдап қана қоймай, онда бейнеклиптің ішінде торпақтарға сәйкес келетін қасиеттерді жазып өтем. Егер де сіз туралы болса, сізге сәйкес болса, комментарийда бөлісіп кетіңіз. Ақпанның алғашқы жартысы 1-нен 18 ақпанға дейін сіздің карьераңызда, беделіңізге және кәсіби жетістіктеріңізге бағытталатын болады бұл уақыт. Бұл айда сіздің өміріңізде маңызды өзгерістер болуы мүмкін. Жаңа қызметке көтерілу, бизнесті кеңейту, жұмыста беделіңізді арттыру, яғни социальный статус деп айтпақшы, сол социальный статус бойынша жоғары өсу мүмкін. Жаңа іскерлік таныстар орнату, таныстықтар, яғни әртүрлі адамдармен мүмкін танысатын шығарсыз, мүмкін нетворкингпен айналысатын шығарсыз. Бұл кезеңде сіздің 10-шы үйіңіз, яғни 10-й дом, 10-шы үй. 10-шы үй бізде карьераға жауапты, жетістіктерге, жаңағы статус демекші, беделімізге жауапты үй. Осы үй сіздің ерекше белсенді болады, активность көрсетеді. Сондықтан мансапқа қатысты, жаңа карьераңызға қатысты үлкен қадам жасауға дәл қазір өте қолайлы уақыт. 18 ақпаннан кейін сіздің әлеуметтік ортаңыз, танымалдылығыңыз мен қоғамдық белсенділігіңіз арта түседі. Бұл уақытта жаңа достар тауып, маңызды шараларға қатысу мүмкіндігі туады. 1 және 3 ақпан арасында маңызды кейбір мүмкіндіктер болады, соларды айта кетейін. 1 айдың алғашқы күндері сізге жағымды жаңалықтар әкелуі мүмкін. Тек қана жаңа жұмысқа орналасып қана қоймай, немесе тек қана карьераға байланысты емес, бұл жерде жаңағы социалды өмірде, әлеуметтік өмірде сіздің ортаңыз кеңеюі мүмкін. Өте маңызды тұлғамен осы уақытта танысуыңыз мүмкін. Сондықтан бір жерге сізді біреу шақырып жатырса, қалмаңыз, ондай мүмкіндіктерді кетірмеңіз, қалмаңыз, себебі осы кезде сіз біреумен сізге мүмкін карьераңызға немесе жұмысыңызға пайдалы болатын адамдармен кездесуіңіз мүмкін. Бұл кезеңде өміріңізге маңызды шешімдерді қабылдауға көмектесетін адамдармен кездесуіңіз мүмкін. Егер де бір шешімді жасай алмай жүрсеңіз, мысалы сізде мүмкін біреуден кеңес сұрайтын адам таба алмай жүрсеңіз, осындай адамдар кездесуі мүмкін. 4-7 ақпан аралығы қаржы мен ішкі үйлесім туралы болады. 4 ақпанда Венера тоқты белгісіне өтеді және бұл сіздің 12-ші үйіңізге әсерін береді. Бұл сіздің ішкі әлеміңіз. 12-ші үй, 12-й дом біздің ішкі дүниемізге жауапты. Ішкі әлеміңіз, психологиялық жағдайыңыз, менталдық деп айтады ғой, және шығармашылық энергияңызға бағытталған кезең болады. Жеке даму, өзіңізді тану, ішкі тыныштықты табу, гармония, медитация демекші, саяхат немесе демалысқа уақыт бөлуге болады осы ортада 4-7 ақпан аралығында. 7 ақпанда Венера мен Плутон үйлесімде болады. Бұл сізге күтпеген қаржылық табыстар немесе сыйлықтар әкелуі мүмкін. 9-12 ақпан аралығы ірі үлкен кәдімгі шешімдер уақыты. 9 ақпанда күн мен Меркурий бірігеді. Бұл сізге жаңа келісім шарттар, жаңа договор, ресми құжаттарға байланысты маңызды жаңалықтар әкелуі мүмкін. Егер сіз жұмыс немесе бизнес саласында үлкен шешім қабылдауды жоспарлап жүрсеңіз, дәл осы күндер ең қолайлы болады. 12 ақпанда толық ай, яғни полнолуние сіздің 4-ші үйіңізде болады. 4-ші үй ол бізде отбасы, жылжымайтын мүлік, сондайға қатысты үй, және родовой деп айтады ғой, яғни ата-бабаңыздың үйі деп айтуға болады. 4-ші үйге
полнолуние келгенде бұл жерде үй немесе отбасы мәселелері шешілуі мүмкін, жаңа баспана алуыңыз мүмкін, немесе көшуіңіз мүмкін егерде ойлап жүрсеңіз, және жақындарыңызбен маңызды мәселелер талқыланады. Әсіресе ол анаңызбен болуы мүмкін, анаңызбен немесе үйдегі үлкен әжеңізбен деп айтайық. Бұл күндері отбасылық қарым-қатынастарға көп көңіл бөлу керек. Егер ұзақ уақыттан бері шешілмеген жағдайлар болса, оларда осы кезеңде осы уақытта анықталады. 18-23 ақпан. Бұл кезеңде әлеуметтік өмір және жаңа таныстар пайда болуы мүмкін. 18 ақпанда күн солнце, күн сіздің 11 үйге өтеді. 11 үй бізде не үшін жауапты? Ол достар, әлеуметтік байланыстар және танымалдылық. Әсіресе мүмкін блог жүргізуші адамдар болса, журналистер болса, әртістер болса, немесе жай ғана блогер, инфлюенсер болсаңыз, немесе сондай бастағыңыз келіп жүрсе, сізге қазір жақсы уақыт болады. Бұл қоғамда белсенді болуға және жаңа мүмкіндіктерге жол ашуға ең жақсы кезең. Жаңа іскерлік немесе жеке таныстар, іскерлік сапарлар болуы мүмкін, сол жерде танысуыңыз мүмкін жаңа адамдармен. Әлеуметтік желіде танымал болу айтқанымдай, және командалық жұмыс және топтық жобалар болуы мүмкін. 20 ақпанда қаржы мәселелеріне сақ болыңыз. Егер сіз маңызды келісім шарттарға қол қойсаңыз, бәрін мұқият тексеру керек осы уақытта, 20 ақпанның аралығында. 24-28 ақпан аралығында жаңа проект, жаңа бастамаларға өте керемет уақыт. 24 ақпанда Марс өзінің ретроградтық қозғалысын аяқтайды. Бұл сізге энергияны қайтарады. Себебі Марс ол энергияның планетасы. Егер соңғы айларда өзіңізді шаршап, сезініп жүрген болсаңыз, енді жаңа жоспарларды жүзеге асыру үшін сізде күш-қуат пайда болады. 28 ақпанда новолуние, жаңа ай сіздің 11 үйге орын алады. Бұл жаңа идеялар, жаңа жобалар, армандарды жүзеге асыру, жеке брендті дамыту, немесе әлеуметтік салада жетістіктерге жету, танымал болу. Егерде сіз әлеуметтік жаңағы социальный платформаларда профиль жүргізетін болсаңыз, немесе бір жерде презентация жасайтын болсаңыз. Бұдан басқа бизнес ұсыныстар болуы мүмкін. Және осы ақпан айында болатын жаңа ай, новолуние, алдыңғы 6 айдағы дамуыңызға өте үлкен әсер етеді. Яғни осы келе жатқан жарты жыл, қазір ақпанда болатын жаңа ай, новолуние сіздің осы алдағы жарты жылға кәдімгідей әсерін береді. Сондықтан дәл қазір өміріңізді жақсартатын шешімдер қабылдау қажет. Егер қорытындылайтын болсақ, ақпан торпақтар үшін өте керемет өзгерістер айы. Егер сіз карьерада өсуді, әлеуметтік ортаны кеңейтуді, немесе қаржыңызды жақсартуды қаласаңыз, қазір сізде барлық мүмкіндіктер болады. Тағы да бір рет қайталап кетейін, қорытындылап, алғашқы жартысы ақпанның карьера мен қаржыға назар аудару керек. Айдың екінші жартысында әлеуметтік өмір және жаңа таныстарға көңіл бөлу керек. 12 ақпанда отбасыңызға қатысты маңызды жаңалықтар болуы мүмкін. 20 ақпанда қаржылық шешімдерге мұқият болу қажет. 28 ақпанда жаңа идеялар мен үлкен мүмкіндіктер кезеңі басталады. Ал торпақтар, жұлдыздар сізге сәттілік әкелсін. Арнаға жазылып кетіңіз. Келесі кездескенше.